Распаковка чек. Біздің әдеттегідей Пиндодадан алған заттарымызға распаковка. Осы жолы өте аз зат келді, 3-ақ зат. Өйткені каргоның онша емес жұмыс жасауына байланысты. Бұл бізде 2 ай бұрын заказ берген затымыз. Біріншісі ол бізде не екен? Екіншісі ол да бізде не екен? Үшінші ол да бізде не екен? Бірінші зат бұл бізде жолдасымның телефоны аман есен сау кезінде Type-C-ға заказ берген болатынбыз. Сол келген екен. Ой, қандай кішкентай, құты қандай ғанау. Өте кішкентай ғанау. Еще екеу ма? Екеу де құты қандай ма еще? Мен пауэрбанк зарядтасам болады шығар. Бірдеңені жалғап қоюға шығар елі. Келесі, екіншісі. Ол бізде кішкентай балаға арналған бутылка. Қараңыздар, қандай әдемі упаковкада келген. Бұл дегеніміз олардың өте жақсы жұмыс істейді дегені. Бұрын бізде тек қана пакетикпен келетін том. Осы жолы өзінің кәдімгі коробкасы бар. Өте әдемі бутылочка. Өзімізбен бірге сыртқа алып жүруге де ыңғайлы. Келесі бұны көптен күткен. Ол деген кәдімгідей күштіліп упаковкалеп жіберіпті ғой. Бұны ашып қараған ғой, ішінде не бар деп. Мен айттым ғой, ашып қараған, өткен бар. Прям жабық болып келеді ғой. Тәдәм, бұл дегеніміз бізде сағат, қабырғаға арналған. Қабырға ма, стена. Мені қараңыздар, қандай күшті менен сынбайтын орап берген. Бізде дәл осындай сағат бар үйде, бірақ ол тұрып қалған. Тілі істемей қалған. Кішкентай тілі, қателеспесем. Енді соның орнына жаңа сағат осыны іліп қоятын боламыз. Батарейкасымен ана еще тоже іліп қоятын бір не, қабырғаға іліп қоятын ба. О, жүріп жатыр. Еще дауыс шықпайды да. Ана үйдегінің дауыс шығады кәдімгідей. Ол қабырғаға ілетін ба? Әлде қалай өлетін? Не, білмеймін. Міне, осына остырамыз. Бірдей ма? Үлкенірек, ә? Анау 28-на 30 болу керек. Араларында разница бар екен. Мен дәл сол деп ойлап заказ берген болатынмын. Бұл сағаттың неше түрлісі бар? Мына жерде температура көрсететіні, тағы да әр түрлісі. Бірақ мен дәл осы сағат деген үшін осы сағатқа заказ бердім. Бүгін кезекті Пиндодадан распаковка. Бүгін бізге 6 зат келген екен. Оның 2-і клиенттікі, сол үшін бұл 2-ін ашпаймын. Ал енді бірінші мынадан бастайық. Қара, кішкентай ғана пакет. Ішінде не бар екен? Бұл біздің Әбілқайырға арналған шапка мен шар. Менің? Я, сенің. Шапка мен шар. Абокаға. Вау, шапка мен шарфың құтты болсын. Келесі ол осындай пакет ұзын. Ішінде шал бар. Менің өзіме берген заказым. Күшті качествода келген, да? Сөйлей алмай қалыппын ғой. Бірдеңе деп айтуым керек еді, шамалы болса да.
Екі коробка қалды. Ол екеуі де аяқ киім секілді. Бұндай коробкамен тек аяқ киімдер келеді. Мындай юань салып жүрген екен. Бірақ өкінішке орай оның уақыты өтіп кетті. Мен қолдана алмаймын. Бұқай қарама. Жылы кроссовка или андай осенний кроссовка ма сондай сияқты. Қалың екен. Я әдейі, чтобы жылы и жаңбырға тоже. Да? Абука? Келесі осындай жылы кроссовка. Оның корзинадағы бағасы примерно 31 юань. Оны да калькулятормен қазір көбейтіп жазып кетемін. Соның мысалға килограммын өлшеп көрейік. Бұл ауырырақ екен. 900 грамм, 980 грамм. 1 килограмм деп есептеп береміз. 2400 теңге. 2065 теңге өте арзан көрінуі мүмкін, бірақ біз бұны килограмм қосқанда 4,5 теңгеге аламыз. Ол Қазақстаннан да өте арзан баға, бірақ сонда да біз 2065-ті көрген кезде о деп алып қойып ертең зат келген кезде оны ұмытып кетпеуіміз керек. Дәл осылай кез келген заттың бағасын есептеуге болады. Ең соңғы пакетіміз, ол тоже аяқ киім. Салих, кел қазір. Вау! Бұл біздің Абырханға арналған аяқ киіміміз. Та-дам! Аға аяғын түсірейік. Аға аяғын түсірейік. Табан. Табан? Кән табанын көрсетші ма? Вау! Келесі балама алған осы аяқ киімді өлшеп көрсетейін. 59 юань деді. Оны көбейткен кезде 3895 теңге болды. Өте арзан баға. Ал енді оның килограммы қанша болады? Аяқ киім сәл ауырырақ болады, я? Соны еске алғайсыздар. Бұл заттарды алдын ала осылай өлшемесеңіз, ертең зат келген кезде, ойбай, мынау 10 мың теңге шок болып тұрасыз. Неге онша төлеймін, мен арзанға алған сияқтымын ғой, бүйткен пидодосы құрсын деп. Сол үшін, мысалға, мынау 624 грамм болды аяқ киім. Ол дегеніміз біз 2400 примерно есептеп жатырмыз. Соған көбейтсек, осындай баға шығады. Және де екеуін бірге қосып есептеп көреміз. Міне 5575 теңге екеуін бірге қосқан кезде. Сонда бізге бәрібір де азан. Қазақстанда бұлар ең аз дегенде 10 мыңнан басталады. 10 мың, 13 мың. Екеуін бірге қосқанның өзінде 5575 теңге деген өте арзан. Бүгін 8 зат келді. Тағы да Пиндододан распаковка жасаймыз. Бірақ оның 6 затын ашпаймын, өйткені ол клиенттің заттары. Ішінде неше түрлі пижама, детский киімдер бар. Енді мына пакетті ашып көрейік. Біз өзімізге келген, бірақ ішінде не барын даже елестете алмаймын. Сыртынан ұстасаң қызық. Футболка. Мынау менде 100% мақтадан жасалған, өзіме заказ берген футболка. Мынау мен размерім емес, бірақ оверсайзға бәде үлкен размерде алдым, бірақ 100% мақтадан жасалған, сол үшін алған болатынмын. Мотостема. Цветы до темы.
келесі екінші зат ол мен 3-4 водолазкаға берген болатынмын заказ. Солар бір магазиннен 3 водолазкаға бердім. Бағаларын грамын есептеп жазып кетемін. Дай. Костюмның ішінен қазіргі уақытта кетуге болады. Күшті прям.